Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Жыл басындағы елдегі болған жағдайлардан кейін мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев ірі бизнес өкілдерімен кездесу барысында бұдан былай Қазақстан азаматтарының тілектері мен мүдделеріне жауап беретін нақты реформалар қажет екендігін айтып өтті. Қаңтарда болған қайғылы оқиғалар жылдар бойы қордаланып келе жатқан мәселелерді әшкереледі. Енді бүгінгі күні бүкіл қоғамдық құрылымды өзгертудің стратегиялық міндеті тұр. Ел өзгерді. Азаматтарымыздың билікке, экономикалық жүйеге, жалпы өмірге деген көзқарасы өзгерді. 11 қаңтарда парламентте атап өткенімдей, байлар мен кедейлер арасындағы алшақтық жол беруге болмайтын деңгейге жетті. Сыбайлас жемқорлықтың фонында кірістің мұндай алшақтығын лаңкестер, содырлар және қастандық жасаушылар пайдаланып кетті. Үкімет бәз біреулердің мүддесін көздейтін жекелеген топтардың емес, халықтың мүддесі үшін жұмыс істеуге тиіс. Тиімді мемлекеттік басқару тұрақты әрі шынайы болуы керек. Біз сапалы мемлекеттік басқарудың берік негізін қалыптастыру үшін үкімет пен қоғамның моральдық стандарттарын жақсартуымыз керек, деді Қасым-Жомарт Кемелұлы. Бұдан былай республика үкіметін жеке топтардың емес, осылайша халықтың мүддесі үшін жұмыс істеуге шақырған болатын президент. Өзінің твиттердегі парақшасында да жазба қалдырып кетті. Олардың барлығында халықтың мүддесі үшін жұмыс жасауға тиістігін баса айтты. Қасым-Жомарт Кемелұлы 30 жылғы қатып қалған сеңді жібіткендей болды. Бұдан былай үкіметтің қалай жұмыс жасайтынына халық әділ бағасын береді деп ойлаймыз. Ал бұл жолы расында да президент халықтың жағына шыққаны сөзсіз көрініп тұр. Ал сіз алдағы ел болашағынан қандай үміт күтесіз? Төмендегі комментарийге міндетті түрде өз пікіріңізді қалдырыңыз. Каналға жазылып, қолдау білдіруді ұмытпаңыз.